бір орыстың жігіті асханаға тамақтануға кіреді. Сөйтсе бір 5-6 жігіт, қазақтың жігіті жаңа асқа тапсырыс беріп қойған, күтіп отқан болады. Содан бұл да отырады да бір кезде мына енді мұсылман жігіттер ғой енді, бұл өз ислам дініне қызығып, жаңағы соны қарастырып жүр екен да, салыстырып, қайсысы дұрыс деген сияқты. Мына қазақтың жігіттеріне келеді де айтады: сіздерден бір нәрсе сұрасам бола ма, уақыт барда? Иә, сұра. Сіздер мұсылмансыздар ғой? Альхамдулилля, мұсылманбыз. Бұл ислам діні қандай? О, ислам діні мынандай. Түсіндіріңізші кішкене деп. Сұрасайшы. Ислам не бұйырады? Ислам намаз оқуға бұйырады, ораза ұстауға бұйырады, жаңа бұйрықтарды айта бастайды. Ислам неден қайтарады? Енді исламда негізі арақ ішу болмайды, адам өлтіру болмайды, зина жасау болмайды деп. Сөйтіп отқан кезінде тапсырыс берген тамақтары келеді, қазақ жігіттерінің. Пәтнөспен алып келеді, ішінде серейіп арақ тұрады ғой. Араққа заказ бергенде. Орыстың жігіті орнынан тұрады, сіздердің діндеріңіз түсінікті болды дейді да бұрылып кетеді. Сонда жаңа қазақтың жігіттері келіп, бағанағы орыс жігіттен қолын алып тұрып, кешірім сұрап айтады: саған Алла тағала тура жолын нәсіп етсін. Рахмет саған. Сен бізге көп нәрсе үйреттің дейді да. Біздің тәубемізге келуге сен себеп болдың. Ана арақты қайттан өткізіп жібердік деп ше. Қараңыз, не түсіндіңіз? Біз анау парыз, мынау арам деп айта береміз біз. Бірақ өзіміз соны жасап жатырмыз да. Түсіндіре алдым ба? Бірақ қараңыз, мына қазақтың жігіттеріне Алла разы болсын. Орыстың жігіті келіп, Алла тағала бұны ескерту үшін жіберген еді ғой. Бұл Алланың ескертуін аналар дұрыс түсініп, қабыл алып, тәубе етті да. Бірақ қазір талай адамдар бар. Алла тағала әртүрлі жолдармен ескертіп жатыр. Бірақ әлі ғибрат ала алмай жатырмыз біз. Еш нәрсе қалмайды. Кейін, ертең деп. Ағайындар, Алланың ескертуі тоқтамайды. Өлім бар, басқа бар. Бір адам себеп болады деп. Алланың ескертуі тоқтамайды. Бірақ осыған мән бермеген адамдар түбінде бір Алланың азабына ұшырайды.